Көптен күткен жұлдызды қонағымыз келді. Және бүгін бізде қонақта әнші, тележүргізуші Қаракөз Сүлейменова ханым. Қаракөз ханым, қайырлы күн. келдіңіз. Қайырлы күн. Сіздің қызыл көйлегіңізге бір қызығып отырмын. Өзіңізге әп-әдемі жарасты. Қыздың көзі қызылда дейді ғой. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Өте жақсы. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз өзекті деп ойлайсыз ба? Отбасындағы жеке кеңістік. Жалпы менің көзқарасым екі талай деп айтар едім. Әрине, бір қарағанда ол өте қажет. Бірақ мына тұрмыс құрған қыз келіншектер туралы айтып жатсыздар. Мен тұрмыс құрған кезде менің азаматым маған былай деген еді. Сенің құрбыларың, қыздарың, сенің отбасың. Деген осындай пікір айтылды. Сондықтан мен бұдан кейін бұл сұраққа қайтып оралған жоқпын. Әрине, мен де құрбыларым сияқты үйге менің құрбыларым, қыздарым, таныстарым келсе екен, жиі кіріп тұрса екен дегендей. Бірақ отбасын құрғаннан кейін менің күйеуімнің ойында жүргені көп әйел ақыл кеңес бергіш болады. Отбасында, соның кері әсері болады деген болу керек. Сол қағиданы мен қабылдадым. Менің құрбыларым, менің туысқандарым, ол менің туысқандарым, менің жанашырларым, менің қайын жұртым, біздің достарымыз, отбасылық достарымыздың әйелдері, Жаңа Қаракөз ханым айтып жатыр, менің күйеуім деп, кімді меңзеген деп отырсаңыздар, құрметті көрермендер, Досқан Жолжақсынов ағамыз, тіпті кеңес дәуірінен бастап, кеңес одағы кезінен бастап еліміздің, халқымыздың тіпті ТМД бойынша ең сүйікті актерлардың бірі болған. Жалпы ондай актермен бірге тұру. Енді өнер адамның шығармашылыққа деген көп уақыты кетеді, өзіңіз білесіз дегенде ұзақ сапарлар, гастрольдер. Бұндай жағдайда кіммен ақылдасасыңыз? Енді ол кезде ұялы телефон жоқ дегендей. Ұялы телефон жоқ. Біз қосылған кезде ол кісі тіпті қиыр шығыста жүріп, бәленбай шақырым жүріп, түнделетіп маған телефон шалған кездері болды. Әрине, ол мені қуантатын, көңілімді өсіретін, мен соны жиі ойлап еске алатын. Бірақ отбасын құрғаннан кейін жалпы бір қағида бар деп ойлаймын. Тұрмыс құратын қыз бала сол әулеттің конституциясын қабылдау керек. Ол кеңістік бола ма, басқасы бола ма? Я болмаса кеңістік керек па, онда тұрмыс құрмау керек. Қайда бара жатсың, соны білу керек. Бірде қыздардың әрине қолынан келеді. Бірде ол маңдайға жазған тағдыр дейді. Қыздың жолы жіңішке деп бекер айтпайды. Сондықтан тек қана қабылдау керек. Басқа амал жоқ. Отбасын сақтау үшін. Сонда ғана қадірлі боласың. Қаншалықты ол қиын болған күннің өзінде де, оның жақсы тұстары да жоқ емес қой. Қалай ойлайсыз, қыз баласының ең басты қаруы не? Қару көп. Мен тұрмыс құрмаған маған бір... Жалпы, бұлай енді тереңірек айтатын болсақ, бұның барлығы біздің әжелерімізден қалған ғой. Әйелдің қырғайласы бар дейді. Ол жақсы жағынан да, жаман жағынан да қарауға болады. Бірақ бірінші орында әрине шыдам деп айтар едім. Содан кейін ақыл. Ал содан кейінгі қару әрине қыз баланың қылығы, әйел адамның қылығы. Тігісін жатқыза салу, көтере салу кей кездері. Әрине оған көнбейтін тұстарда болады, өмір болғаннан кейін. Бірақ ол құқың сенде болу үшін жалпы біраз өмір сүру керек. Біраз жыл сен жалпын демеуің керексің. Біраз жыл көтеру керек. Әрине, келе салып, жаңағындай менсіге салу. Қаракөз апай, бұл сұхбат маған ұнап жатыр. Солай ма? Осының арқасында мен өзіме бір ойларды түйіндеп алып жатырмын. Әрине, себебі әсіресе отбасын құрған кезде ерлі-зайыптылар, жастар бәрібір қайткен күнде де ер азаматтың намысы деген түсінік тұрады. Ер азамат әсіресе отбасын құрған кезде қазақта мақал бар ғой, баланы жастан, әйелді бастан дегендей, олар да сол ұстанымды ұстайды. Сондықтан көну керек. Әлгі көнгендей болып, бәлкім кейін назбен,
Қазіргі ер азаматтар енді 19 ғасырдағында емес қой, бітті, айттым, үзілді, кесілді емес. Олармен жұмыс істеуге болады. Оларды өзгертуге болады. Жігіттердің тарапынан мен көп естеймін. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген. Қалай ойлайсыз? Бұл да екі талай дер едім. Әрине, ол қыздың санасына байланысты, алған тәрбиесіне байланысты. Егер де ол жақсы болып жатса, ондай сөз негізі айтылмайды. Бірақ біз көпшілігінде қыз балаларға жүкті көп артамыз. Осы ортада жаман әйел қайдан? Жаман әйел жаман азаматтан да кей кездері. Оның барлығына топырақ шашу емес, ол тағдыр. Егер де азаматы күнде қол көтеріп жатса, күн ара жүріс жасап жатса, ішімдікке салынып жатса, нашақорлықтың жолында жүрсе, қайтет ол ашынбағанда. Осы бағана сіздер бір жақсы тақырыпты көтердіңіздер, отбасына байланысты әйел адам отбасында бала тәрбиесімен айналысу керек деген дүние. Бұл өте жақсы. Жалпы біздің қоғамда әлі бұл шешілмеген мәселе. Гендерлік саясатымыз бір жағынан. Біз зайырлы мемлекетпіз. Біз таза исламның жолымен жүрген мемлекет емеспіз. Бірақ өз бетінше қазаққа ғана тән дін жолын дұрыс ұстап келе жатыр біздің халқымыз. Сол екі ортадағы мына жікті ажырату бүгінгі күні мен айтар едім, қазақ әйелінің болмысын жалпы біздер қалыптастыруымыз керек. Сіздер болып, біздер болып. Бұның екі жағында арасын қазақ әйелінің қолынан ұстау келеді. Бірақ ол үшін ер азаматтардан азғантай ғана бір демеу керек. Кер тартпалықпен аса қатты төмен түсіру емес. Бірақ міне кеңістік осы екен, басыңды бос жібердік деуге де болмайды. Әйел заты өзі сондай, кішкене арасында тартып та тұру керек. Баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта еліміздің, халқымыздың сүйікті актері Досқан Жолжақсыновтың жары Қаракөз Сүлейменова ханым, әнші, тележүргізуші ханым. Қош келдіңіз. Тағы да қош келдіңіз. Сіздің қызықты әңгімелеріңізді бөліп жібердік, жарнама деген дүние. Әңгімеміз одан әрі қарай жалғастырамыз. Бізде Айқұлақ лайв-студия парақшасы бар. Қымбат көрермендеріміз өздерінің хаттарын жолдапты, соны оқиыншы. Досқан аға көп балалы отбасынан шыққан, қарындастары көп деп естідім. Соншама қайын сіңліңіз бар екен. Бастапқыда қиын болған жоқ па? Жалпы бұл кісілер үлкен отбасынан 8 қыз, 2 ұл. Яғни мен келін болып түскен кезде 3 қайын апам және 4 қайын сіңлім болды. 2 апамыз дүниеден озды. Аса қатты мені жақсы көргенде апаларым болды. Менің сөзімді сөйлегенде, бірақ өмір болғаннан кейін отбасында ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды. Әрине, мені жөнге салып, кей кездері қызғаныш оты да шарпыған сәттер болады. Оны алғашында өзің қатты түсінбейсің, бірақ ақылға жеңдіріп, кей кездері менің де тулаған сәттерім әрине болды. Бірақ ол кісілерге ондай мінез көрсете алмайсың, себебі ар жағында ой тұрады, сен арғарай өмір сүресің деген. Демек, сен өзіңмен өзің ішіп, жаңағы ішің жанып, күйіп, сөйтетін сәттер, ол шындық, ол өмірде әркімнің отбасында болатын дүние. Ең басты нәрсе, сен сол отбасына келгеннен кейін қазақтың о баста әжелеріміздің айтқан түсінігі бар. Аттаған алтын босаған деген дүние. Ол кісілерде сол арқылы әркім өзінің мінезін үнемі меңгеріп жүре алмайды ғой, ол шындық қой. Кей кездері меңгере алады, кей тұстарында еркіндік береді өз мінезіне. Соның барлығы бүгінгі күні мен үлкен қуанышпен айтар едім. Менің кейбір қайын сіңлілерім күні бүгінге дейін маған сіз деп айтады. Бүгінгі күні біздің үлкен қайын апамыз 26 жылдан кейін маған айтты: Қаракөз, біз саған ризамыз деп.
Мен шын пейілімнен ол кісіге де айтқан сөзім бар. Егер де сіз өмірде жалғыз сырап жатсаңыз, қаншалықты бала шағаңыз, немерелеріңіз бар болса да, біз сізді далада қалдырмаймыз. Қай жағынан қажет болса, бізбен бірге тұрасыз деп, іштей шын пейіліммен ол кісі аяқ қолы аман-сау жүріп жатыр, бірақ сол көңілімді өзім білдіріп едім. Неге? Себебі ар жағында адамның бәрібір көкірегінің саған дұрыс екені уақыт өте келе. Соның барлығы өзі орнына түсті. Бірақ әрине болды өмірде әртүрлі уақиғалар. Уақыт емші дейсіз ғой жалпы. Уақыт емші емес, жалпы ең бастысы сен сол Уақытымен түсіне бастайсың. түсіне бастайды да. Сондай тұстар бар. Ең бастысы бәрібір басты қағида қандай? Жамандыққа жамандық ол әркімнің қолынан келе беретін іс. Әр қашанда адам жамандыққа тек қана жақсылықпен ғана жауап қайтаруға тырысу керек. Қарагөз апай, сізді жақсы көрмеуі мүмкін емес сияқты. Әп-әдемісіз. Енді Досқан ағамыздай, Досқан көкеміздей сері. Жоқ, мәселен... Талғам жағына келетін болсақта енді кешіріңіз. Неге экран аржағында отырған көрермендер сіздің әдемі дауысыңызды естігісі келіп жатыр. Бір әдемі ән айтып берсеңіз. Қолға салсақ сізге бір бағдарламамызды көңілді нотамен аяқтағымыз келеді. Енді көңіл нотамен басталды, бірақ енді сонда да біз тек бәстесіп келе жатырмыз, әлі жаңағы құқықтарымыз Сөз кезегі өзіңізде. Жақсы, сіздер мына отбасындағы кеңістікке байланысты бірер ауыз айттыңыздар ғой. Мысалы, кез келген ата-ана баласының кеңістігін мен білем, осылай жүру керек дегенді жиі айтады. Мысалы, біздің отбасымызда әкеміз бен анамыз музыкалық мектеп таңдады, я болмаса мына кітапты оқисың, әр ізіңді баққан тұстары болды. Бала кезде мен соған қаншалықты кей кездері қабылдамасам да, оның ар жағында дұрыс жол екенін байқадым өзім. Бірақ бүгінгі күні біз балаларымызға еркіндікті бере тұра, рухани әңгімелер арқылы құйма-құлақ әжелер қазір жоқ қой. Сондай дүниені кішкене болса да құлағында қалсын деп, еркіндікті беріп, бірақ үстінен бір қарап отыратын тұстарымыз бар. Олсыз болмайды. Әрине. Ал енді ән айтамыз ба? Айтайық, е? Ауызға не түсер екен? Жақсы, Арман-ай дегенді бір шумағын айтып көрейін. Біздің операторлар және бізде енді көрермендер жоқ қой тікелей эфирде, сол себептен операторлар және біздер құрметтейміз бірінші болып. Жарайды. Экранның ар жағында көрермендер бар ғой. Үйде отырып. Жүрегімде өшпейтін сағыныш бар, тұрғандайын таң күліп, махаббатқа мәңгілік алып ұшқан арман-ай, үміт оты жанғандай, арман-ай, жүрегі бір жаны бір, өзіңдей жаны бір-бір, таба алмаймын арман-ай, жүрек сырын қандай адам тыңдар екен жалған-ай, сенен басқа түсінетін кім бар дейсің арман-ай, арман-ай. Бәрекелді. Уақыт тапшы ғой дейм, екінші шумақ көп кетеді. Сұхбатымызды, әнде өзіңізде керемет екенсіз. Экранның ар жағында отырған, камераның ар жағында отырған көрермендерімізді бір қуантып алдыңыз. Рахмет. Қарагөз ханым, сізге көп рахмет айтқымыз келеді. Бұл қазіргі таңда отбасылық мәселе, отбасылық құндылық деген дүниелер нағыз рухани жаңғыру аясында керекті дүние болып тұрған мәселе. Нағыз рухани жаңғыру отбасынан басталады. Дұрыс айтасыз. Соны айтқым келіп тұр. Ал сондай бір құнды дүниемен, құнды ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге бағдарламаның атынан, көрермендердің атынан шын алғысымызды білдіреміз және отбасымызға бақыт, береке, бақ дәулет тілейміз. Жақсы, көптен көп рахмет. Шынында да біздің қыздарымыздың әр қашан жолы болсын, бағы ашылсын. Рахмет.